ата салт дәстүріміздің бірі сәбиді бесікке салу. Сәби дүниеге келгеннен кейін 3 күннен кейін бесік тойы жасалынады. Сол күні сәбиді бесікке салады. Енді бесіктің жасалу түрлері әртүрлі. Аршадан, арша, ши, қызыл өрік ағашынан, тобылғыдан, қайыннан, жас қайыннан, жас қарағайдан жасайды. Ал енді әрине бұны баланы бесікке салардың алдында бесікті тазалап жуып алады. Содан кейін әрине аластапталады. Қазақ халқының салт дәстүрлерінің бірі ол да аластау. Өйткені баланың ұйқысы тыныш болсын және ешқандай пәлекет жоламасын деген мақсатпен баланың бесігін аластырылады. Сол біз қазір енді аластағанда оны да аршамен, алдыраспанмен де аластайды. Олар микробтарды өлтіреді. Сондықтан қазір біздің қолымызда сіріңке ағашымен аластап аламыз. Тілдінің тілінен, көзінің көзінен сақта, ешқандай бәлекет жоламасын, баламыз аман есен өсіп, осы еліміздің жақсы азаматы болсын, еңбекқор болсын, білімді болсын, талапты болсын, өнерлі болсын, еш бәлекет жоламасын, жолы әрқашан ашық болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп, осылай біз бесігімізді аластап алдық. Енді қыз бала болса, әрине қолы шебер болсын деген мақсатпен қайшы қояды. Ұл бала болса өткір болсын деп пышақ қояды. Ешқандай бір бәлекеттер жоламасын, ұйқысы тыныш болсын деген мақсатта және айна қояды. Қыз бала болса осыларды басына қояды. Енді бәрін үйіп төгіп әрине қоймайды. Бір ұл болса бір пышақ қояды, қыз болса айна қоюы мүмкін. Ал енді осы тағы бесікке келетін болсақ, бесіктің өзі жасалу түрі өте жерден де биікте, төменде емес, балаға ыңғайлы болу керек. Оның түбегі болады. Міне түбекті көріп тұрсыздар. Ол түбекке бала таза жату үшін мынандай түбекті орнатамыз. Ал енді осы бұл баланың өзінің төсегі болады, сәбидің. Ол әрине құс төсек. Міне қазір осыны көрсетеміз және оны төсейміз. Құс төсегі болады. Бұның үстінен де ши төсек болады жұқары. Ол ши төсегіміз өте мақта және ауа өткізетін жақсы маталардан тігіліп жасалынады. Міне бұл жерде біз осылай және жастық болады, және жастықшалар болады. Жастықшалар дегеніміз ол екі тізенің үстіне және екі қолға салынатын белдіктері бар. Осы белдіктердің арасына жүргізіледі. Өйткені баланың тізесіне қатты болмасын және қолына қатты болмасын. Ал белдіктер аяқ белдігі, аяқтарын тырбандатпас үшін, өзі ұйқысынан шошып оянбас үшін осындай белдіктеріне байлайды. Ал енді баламызды, сәбиімізді, немеремізді осындай ақ төсекке жатқызбас бұрын осындай төсек орнын жақсылап дайындап аламыз. Міне жалпы төсегі дайын. Осы біздің баламыздың ырысы көп болсын, берекелі болсын деп ауыл балалары, не болмаса сол үйге келген келіншектердің балалары, сәбилі бола алмай жүрген келіншектер келіп, ырым етіп, осы бесік астындағы тыштырманы қызық көріп, молшылық, ырыздығы мол болсын деген мақсатпен тыштырма жасап аламыз, баланы бөлемес бұрын. Сондықтан мынау тыштырманы қазір мен салып жіберем. Сосын астынан қызықтап келіп тұрған балалар, келіншектер алу айтады. Тыштыма деген кезде тышты дейді. Тыштыма, тышты деп, осыны тыштыма, тышты деп олар жинап алып қуанысып бөліседі. Ал енді сәбиді біз
біз осы неге жатқызамыз, бесікке, және жатқызғаннан кейін ұл балаға да қыз бала өзі арнайы шүмек болады, сол шүмегін саламыз. Ол енді баланы мынау екі ортада жастық болады, қолдарын осылай жастықшаға нетеміз, ораймыз. Міне мың жерде бірдей тігілген, міне жастықшақтар бар, жастықшасы бар. Міне жастықшасымен бірдей тігілген. Кейбіреуі арнайы жастықшаны салады, міне баланың қолдарын ырғамас үшін осылай көреміз. Аяғын ырғамас үшін, екі аяғын ырғамас үшін жастықшаны қоямыз осылай. Содан кейін оны да қатты байламай байлап тастаймыз. Баланың ұйқысы тыныш болады және жақсы ұйықтап тынығады. Ал енді баланың үстіне бізде ырым тыйымдар бар, осы бесікке байланысты. Бесікті жалпы ашық күйінде ешқашан қалдырмау керек, бала жатсын, жатпасын. Сондықтан оны біз жақсы жаңағы ауа өткізетін матамен бір жауып аламыз. Одан кейін 7 жабу деген бар, 7 немесе 9 жабу. Ол жаңағы атақты, киелі, қасиетті кісілердің киімдерімен жабады баланы. Өйткені бала сол кісіге ұқсап, өссін, сол кісіге ұқсап, сондай тұлға болсын деген мақсатпен. Енді бала осылай бесікке салынғаннан кейін сәбиді әрине қазақ халқының салт-дәстүрлерінің бойынша әудемейтін қазақ жоқ. Балаң өнерлі болсын, жаңағы еліне жұғымды кісі болсын деген мақсатта, жақсы болып өссін деген мақсатта осындай жоралғыларды, жаңағы 7 жабуды және 9 жабуды жабады. Ал енді баланы ұйықтату керек, ол үшін әудемейтін және қазақы жоқ дедім ғой, әлди ақбөкенді айтып, не болмаса басқа да әр ана өзінің ішінен өз сәбиіне қандай тілек тілейді, қалай болып өссін деген тілек айтып, осы әнге ұқсатып өз шығармасында айтады. Әлди, әлди, әлди ау, әлди, әлди, әлди ау, ақ төсекке жат бөпем, тәтті ұйқыға бат бөпем. Әлди, әлди, әлди ау, әлди, әлди, әлди ау.